Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен нағыз ұйғыр мантысын дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Салмасы үшін ең алдымен пияздарымызды алып, ұсақ етіп турап аламыз. Не болмаса, ет тартқыштың көмегімен езіп өткізіп алсаңыздар да болады. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінде жазулы тұр. Сол жерден қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Барлық пияздарымызды осылай турап алдық. Келесі кезекте құйрық май қосамыз. Құйрық май тұздалмаған болғаны жақсы. Егер тұздалған құйрық майды алатын болсаңыздар, мен сияқты сыртынан жақсылап жуып алыңыздар. Және де оны да кубик етіп, ұсақтап, мейлінше турап шығамыз. Құйрық май қоссаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығын турап дайындап алдық. Енді ыдысымызға тартылған етімізді саламыз. Оның үстінен татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап мыжғылап араластырып аламыз. Келесі кезекте жаңағы тураған құйрық майымызды саламыз, пиязымызды салып, татымына қарай қара бұрышымыздан қосамыз, өте керемет дәм береді. Алдымен пиязымызды жақсылап езіп, одан кейін тартылған етімізбен жақсылап араластырып аламыз. Кішкене су қосып жіберсеңіздер болады, сол кезде бір-біріне бірігіп қалмайды піскен кезде. Жақсылап езіп дайындап аламыз. Қамырына қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описаниеға жазып қалдырамын. Және де қамырымыз міндетті түрде осындай тастай қатты қылып үйлеулеріңіз қажет. Сол кезде өз формасын ұстап өте керемет болып шығады мантылеріңіз. Және де әр 10-15 минут сайын осылай бір-екі қайтарып қойып, целлофан пакетке орап, жұмсарғанша солай қайталаймыз. Осылай видеоды көріп тұрғандарыңыздай қайта-қайта басып, мыжғылап, және де екі бүктеп, тағы да пакетімізге 10-15 минутқа қалдырамыз. Қатты болып қалды, жаймай қаламын деп қорықпаңыздар. Кішкене тұрған соң кішкене жұмсарады. Сондықтан мейлінше қатты қылып илеуге тырысыңыздар. Менің рецептім бойынша жасасаңыздар, видеоның астындағы осындай қатты қамыр шығады. Және де біраз тұрғаннан кейін осы қамырымызды алып, теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін пайдаланамыз да, екі бөлігін пакетке салып қоямыз, қатып қалмас үшін. Және де осылай ұзынша етіп, домалақтап шығамыз қолдың көмегімен. Әр қайсысын 20 граммнан өлшеп, немесе көз мөлшерімен осылай кесіп аламыз. Дайын болған қамырларымызды қолдың көмегімен бірінші кішкене осылай дөңгелек формаға келтіріп үлкейтіп аламыз. Одан кейін кішкене ғана ұн сеуе отыра жайып шығамыз барлығын. Алдын ала барлық мантылеріміздің қамырын осылай дайындап аласыздар, одан кейін барып түйеміз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осындай қазақша керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тексерілген керемет бір жасағаннан шығатын рецепттермен апта сайын бөлісіп отыратын боламын. Және де егер видео ұнаса, достарыңызбен поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды да ұмытпаңыз. Қазақ фуд-блогының дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Барлығын осылай жайып алған соң артық ұнын қағып тастаймыз да, енді келесі кезекте түйуге кірісеміз. Ол үшін қамырымызды алып, бір ас қасықтан арасына начинкамызды саламыз да, видеода көрсетілгендей етіп түйесіздер. Басында қиын болып көрінуі мүмкін. Асықпай отырып осылай істесеңіздер, негізі оңай. Осылай өріп түйіп шығамыз барлығын. Өзінің ішінде суы ақпай согымен өте керемет дәмді болып шығады. Бұл мантыны бір жеп көрсеңіздер, қайта-қайта жасай бергілеріңіз келеді. Сіздерге тағы да бір көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай бір бұрышын ұстап, осылай бір-біріне біріктіріп түйіп шығамыз. Бір-екі жасасаңыздар, үйреніп кетесіздер. Одан кейін барлығын осылай дайындап алдық. Енді манты қазанымызды алып, міндетті түрде астын майлаймыз, жабысып қалмас үшін. Астын майлап алғаннан соң мантылерімізді бір-біріне жақын етпей орналастырып шығамыз. Және де мантының бетінде майласаңыздар болады. Сол кезде қайазмай әдемі болып пісіп шығады. Осы рецепт бойынша менде 2 үлкен манты шықты.
өте керемет. Және де қайнап тұрған суымызда 45-50 минут аралығында ұстап пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді ұйғыр мантылері дайын. Кафеде жасайтын мантылерді тура осылай жасайды. Қамырын бастысы құпиясы бұл қамырында. Қамырын міндетті түрде қатты қылып илеулеріңіз қажет. Сол кезде езілмей, керемет болып пісіп шығады. Ешқандай да қатты қылсаңыздар езілмей, жыртылмай, өз формасын ұстап, керемет ұйғыр мантылері шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, менің артымда жаңа рецепт шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.